Бітті. Запись жүріп жатыр. Қайта уже қайтан басыңыз енді. Тоқтады. Жоқ, қайттан басыңыз. Бір басыңыз болды. Келесі тыңдайтын әндеріңіз әйгілі композитор Қайрат Жүнісов ағамыздың егеменді Қазақстан әні. Қабыл алыңыздар. Жетпес далам, ел жетпес елім, арнайды әнін жауынгер ұлым. Жау шапса саған, жас жаным құрбан, о далам менің, о елім менің. Қазақтың елі, қазақтың жері, еркек ұлтан, ұлы отан, асқар тауларда, өзің көлдері, жаным
сүйген егемен елім, бұлауды босқан өлермен елім. Бостандық үшін жанымыз құрбан, сен үшін елім, сен үшін жерім. Қазақтың келі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан. Асқар таулары, өзен көлдері, жаныма қымбат ұлы отан. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Береке құтты болсын. Соңқары биік самғаған елім, қанатын көкке қонданған елім. Кел достар қане, шырқайық бірге бостандық әнін, азаттық әнін. Қазақтың келі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан. Асқар таулары, өзен көлдері, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың келі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан. Асқар таулары, өзен көлдері, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қайыржан Бердібаев. Дидар Адам Мұстаханова. Рахмет. Қадірменді көрермен, бүгін шаттық ел атты концертінде өздеріңізбен қауышқанымызға қуаныштымыз. Сіздердің ыстық ықыластарыңыз біз үшін зор мәртебе. Келесі тыңдайтындарыңыз Айтқали Жайымовтың күйі «Шаттық елі». Дирижер, оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері профессор Айтқали Тілепқалиұлы Жайымов. Қошеметпен қарсы алыңыздар.
Айтқали Жайымовтың осы Қостанай өңіріне арнайы жазылған шығармасы «Думанды тобыл күйі». Дирижер, автор, композитор Айтқали Жайымов. Құрметті қалайық, сіздермен кездескенімізге қуаныштымыз. Өздеріңіз бұрынғы, наверное, старожилы помнит. Мен Құрмағыз оркестрменен 93 жылдан бастап осы өңірге келгенмін. Талай. Мен өте қуаныштымын. Қандай ғажап өңір. Бүгін енді көптеген шаруаларға байланысты басшыларымыз анда-мында шаруалармен жүр. Мен бұл өңірдің қандай шаруашылықпен айналысып жатқанды. В прошлом году как племенной купили, да? Купили, да, Канададан? Как живется? Прижились? Прижились? В год сколько литров дает? Телят много дают. Сколько? Как они? Мясной. Мясной погон. Ну, как кушается? Нормально, да? Мен білем, аграрный, это прекрасная такая страна, такая, білем ғой, осы бұл өңірді жақсы білем. Сіздерді көрген өте қуаныштымын. Мен білем сіздердің қандай шаруашылықпен айналысатындарыңды өтті. Мына сіздердің шаруашылықтарың өркендей берсін, айналып кетендер. Өсе берсін, экономика бәрі біздің елімізге үлкен қуат берсін. Сіздер үшін біздер келдік. Бұрын Құрмағаз оркестрімен Астанадан келсем, Алматыдан келсем, осы Нұр-Сұлтан қаласына келіп тұрмын. Қуаныштымын. Русская народная песня «Ах ты, душечка». На сцене Кайыржан Бердібай.
Ах ты, душечка, красная девица, мы пойдем с тобой, разгуляемся, мы пойдем с тобой, разгуляемся вдоль побережка Волги матушки. Эх, пускай на нас люди зарятся, но и что же это? Что за парочка? То не мужчиной и не просестрой, добрый молодец с красной девицей. Добрый молодец с красной девицей. Келесі тыңдайтындарыңыз ұлы композитор Илья Жақанов ағамыздың Ақ қайың деген әні. Қабыл алыңыздар. Илья Жақанов деген азаматты білесіздер. Өте мынау бүкіл қазақ халқының өнерін зерттеген адам, әншілерді мынау Біржан Ахан, бұрынғы ескінен бәрі зерттеген адам ғой. Көптеген кітаптары бар, өздерін білесіздер. Бұл жерде мен ойлаймын, зиялы қауымда отырды. Илья Жақановты білмейтін адам жоқ қой. Илья Жақановтың тағы бір қасиеті ол енді мынау Мырзатай Жолдасбекпен бірге курстас болған, филология факультетін бітірген. Қазіргі Әл-Фараби деп аталады, бұрын Қазгу дейміз ғой, қазақтың беткі ұстары университетін. Содан ол кісі бір ғажабы, көкем, Қайыржан, бір ғажабы ол кісі ән жазып кетті. Мақала жазу, бұны зерттеу өз алдына ғой. Баяғы өздеріңіз кейбір мен осы жерде бұрынғы менің тұстастарым баяғы Даниярдың әні қандай. Даниярдың әні. Ғажап қой. Сен өткенде айтқың келген, мен қысқарып тастадым, мен кінәлімін.
осы жерде Даниярдың әнді айтуға болады. Баяғы Шыңғыс Айтматовтың көптеген повестері бар, Гүлсараның несі бар, білесің ғой енді. Ғажап сондай азаматтың бірі Илья Жақанов. Енді жастардың түркістер мені қуаныштымын жастардың отырғанына. Дегенменен сол Илья Жақановтың Аққайың деген бір пәлсапалық әні бар. Қалай бүгін айтуға дайынсыз ба шырағым? Айнадай беті шап-шалатар көгілдір шиекі жалғыз